Спицаға ілмекті қалай аламыз? Бізде жіптің ұшын мына матоктың ортасынан шығарып алғанымыз дұрыс. Себебі сыртынан да шығарып алсаңыздар болады, бірақ тоқу барысында жібіңіз домалап кетіп қалады. Ал егер ортасынан шығарып алсаңыз, осылай бір орында тұрып тартыла береді. Жіптің ұшын шығарып алдық. Енді қолда қалай ұстаймыз? Жіпті сол қолға ұстаймыз. Яғни бізде жіптің екі ұшы бар. Біреуі бас жағы, енді бір ұшы бұл матоктан шығып жатқан ұшы. Матоктан шығып жатқан ұш кішкене бөлігін қалдырып, матоктан шыққан жіпті сұқ саусақ арқылы бас бармаққа іліп, екі жіптің ұшын мына қалған үш саусағымызбен ұстаймыз. Міне, жіптің шығып тұрған ұшы мына бас бармақ жақта, ал матокқа жалғанған ұшы мына сұқ саусақ жақта. Үш саусақпен қысып ұстаймыз. Бұл жерде қатты қыспайсыздар. Ол сіздердің бірінші қатарды тоқуға, ілмек алуда өте қиындық туғызады. Қатты босатып та жібермейсіздер. Бұл қатты босатып жіберсеңіздер, ілмектеріңіз әртүрлі болып, біркелкі тегіс болмай қалады. Орташа уровеньде тоқуға ыңғайлы етіп өздеріңізге жеңіл ұстаңыздар. Оң қолымызға спицаны ұстаймыз. Яғни спицаны да екі спицаны біріктіріп қатар ұстаңыздар. Бұл бірінші жаңа ілмектердің тегіс болуына және бірінші қатарды тоқуға оңай болады. Ал егер бір спицамен бастасаңыздар, ол тартылып ары қарай тоқуға кішкене қиындық туғызады. Ілмекті қалай аламыз? Бас бармақ пен сұқ саусақтың ортасындағы жіпті ішке қарай тартамыз. Бас бармақтағы жіптің астымен сұқ саусақтағы жіпті ілеміз. Бас бармақтағы жіптің ортасымен қайтадан шығарамыз. Бас бармақтағы жіпті босатып, қайтадан астынан тартамыз. Тағы бір көрсетейін. Міне, бас бармақ пен сұқ саусақтың ортасындағы жіпті ішке қарай тартамыз. Бас бармақтағы жіптің астымен сұқ саусақтағы жіпті ілеміз. Бас бармақтағы жіптің ортасымен қайтадан шығарамыз. Бас бармақтағы жіпті босатып, қайтадан астынан тартамыз. Бізде алғашқы тоқылатын ілмектер осылай бірден екеу тоқылады. Келесі ілмектер дәл осылай тоқылады. Бас бармақтағы жіптің астынан спицамызды кіргізіп, сұқ саусақтағы жіпті іліп алып, бас бармақтың ортасынан қайтадан шығарамыз. Бас бармақтағы жіпті босатып, тартамыз. Осылай бізге қажетті 16 бас ілмекті аламыз. Сіздерге тапсырма 16 бас ілмек алып, келесі сабаққа дайын отырыңыздар.